Батыс Қазақстан облысының Қазталов ауданы аумағында аспаннан белгісіз бөлшек құлады. Ол деген зат екен вообще. Диаметрі 1 метрдей болатын белгісіз зат құлады. Жергілікті тұрғындар отты шардың құлағанын өз көздерімен көрген. Үйіміз орнынан қозғалды ғой, специально ойластырған сияқты ма, білмедім. Жерге қарай түн ішінде құлдилаған жарық шарға бірнеше елді мекен жұрты куә болып, әбден дүрлігіп қалған. Сәлем достар, 10 шақты жылдар бойы адамдар аспанда беймәлім ұшқыш нысандарға куәгер болып жүр. Бірақ олардың пайда болуы әлі күнге дейін құпия болып келеді. Әлемнің түкпір-түкпірінде ірі мегаполистерден бастап кіші аралдарға дейін барлық жерлерде байқалған беймәлім ұшатын нысандар біздің елімізде де байқалған кездері болды. Бүгін біз Батыс Қазақстан облысында аспаннан құлаған белгісіз нысан жайлы айтатын боламыз. Батыс Қазақстан облысы Қазталов ауданына қарасты Бостандық ауылының тұрғындары 5 шілдеге қараған түні аспаннан от болып жанып құлап келе жатқан белгісіз нысанды көрген. Кейін бұл әуесқой түсірімдегі диаметрі 1 метрдей болатын беймәлім ұшқыш зат Қарасу ауылдық округіне қарайтын Жұлдыз елді мекенінің аумағына құлады. Оқыс хабары түнгі 12-ден 7 минут өткен кезде тіркелді. Белгісіз заттың аспаннан құлап келе жатқан сәтін ауыл тұрғындары өздерінің телефондарының бейнекамераларына түсіріп үлгерген. Дәл қазір бұл жазбалар әлеуметтік желілерде таралу үстінде. Куәгерлердің айтуынша құлап келе жатқан зат бір қарағанда ғарыштан түскен метеоритке ұқсас болған еді. Айналып шақ-шақ ұшты анау. Сосын ауылдың сыртына барып құлады, сол жерде жарылды. Бірақ беймәлім зат металдан жасалған бөлшектер болып шықты. Ол жерге түскен кезде қатты дыбыс естілді. Оқиға болған жерде аумағы 3,5 метрде шұңқыр пайда болған. Ал құлағандағы дауысы қатты болғаны соншалық тұрғындардың құлақтарын тұнып қала жаздады. Құрғақ шөпке түскен жанған шары бірнеше секундтан кейін өртті тудырды. Беймәлім шар құлаған аумақ тілсіз жауға айналып, 95 гектар аумақ толықтай күлге ауысты. Аудандық төтенше жағдайлар бөлімі өрт сөндіру қызметінің күшімен тілсіз жауды дереу сөндіруге кірісті. Шөптің жануы 4:00-де сөндірілген. Оқиға орнында бір техника мен жеке құрамның 4 және ерікті өрт жасағынан 10 адам жұмыс атқарды. Белгісіз металл түскен жерге жақын елді мекен 16 шақырым қашықтықта орналасқан. Тиісті шаралар дер кезінде қолданғандықтан адам немесе мал шығыны болған жоқ. Беймәлім шардың диаметрі шамамен 3 метрдей болған сияқты. Арасында мата тәрізді жұмсақ материалдары болғаны байқалады. Орта шамасында люк тәрізді қаз-қатар 36 бұрандамамен бекітілген бөлігі бөлінбей сақталған. Әлде бір трубалар бекітілген орындары көрініп тұр. Оқиға орнында әртүрлі нәрселер шашылған. Жолдың келесі бетінде шамамен 1 шақырымдай жерде 2 түрлі шағын бөлшек құлапты. Десе де көктен түскен нысанның нақты не екенін сол жерде жұмыс істеп жатқан мамандар анықтамақ. Бір таңғаларлық от шар құлаған соң сол маңдағы ұялы байланыс телефондары әлсін әлі жасамай, байланыс жүйесіндегі ақау 1 сағаттан артық жалғасқан. Қазір осы жағдайға байланысты құрамына төтенше жағдайлар мен қорғаныс істер жөніндегі департаменттерінің қызметкерлері, экологтар мен аудан әкімдігінің мамандары кіретін комиссия құрылды. Осы оқиғадан 10 күннен артық уақыт өткенімен бұл аспаннан құлаған зат не екені әлі күнге дейін белгісіз. Бұл өзге планеталықтардың ұшу аппараты ма, әлде біздің жерімізде жасалған нысан ба? Ол жайлы ешкім нақты жауап айта алмайды. Мұндай аспанда ұшып не құлап жатқан беймәлім нысандары әлем бойынша өте көп. Олардың видеоға түсіп және түспегендері де бар. Біреулердің пайда болуы шын мәнінде белгісіз болып қалса, басқаларында құпия емес кәдімгідей дәлелдермен келтірілген шығу тарихы анықталды. Сонымен қатар мұндай белгісіз ұшатын заттары жиі жағдайларда құпия әскери немесе халықтан жасырын сақталған нысандар болуы мүмкін. Міне дәл соның салдарынан осы тәрізді жағдайларда ешкім сізге жауапты бірден айта алмайды. Содан болғаны осындай сәттерде түрлі сыбыстар пайда болып, олар аңыздарға айналып, кейін оқыс оқиға айналасында мистика және уфология саласына тиісті түрлі теориялар туындайды.
Алайда бүгін біз айтқан аймақта мұндай оқиға бірінші рет болып отырған жоқ. Осыдан 4 жыл бұрын Бөкей Ордасын аудандағы Шыңғай ауылында зымыран сынықтары құлаған болатын. Кейін бұл сынықтардың метео зымыранға тиесілі екені анықталды. Демек, бұл да беймәлім ұшқыш нысан емес, кәдімгі метео зымыран тәрізді ғарыш техникалардың бірі болуы мүмкін. Не болса да, күнде аспаннан жерге құлайтын мыңдаған заттар сияқты батыс қазақстандық лауылдап жанған темір шардың оқиғасы да көптеген ғарыштан келген объектілер тәрізді өзінің құпиясын аша қоймады. Ал біз өзге планеталықтар шын өмірде бар, не жоқ деп нақты айта алмаймыз. Бүгінгі видеомыз сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, өзге планеталықтар жайлы басқандай видеоларды көргіңіз келсе, міндетті түрде арнамызға жазылып, қасында шыққан қоңыраушаға басып кетіңіз. Сонда біздің жаңа шығып жатқан видеоларымызды ең бірінші болып көретін боласыз. Біздің барлық әлеуметтік желілерімізге тіркеліп, әрдайым бізбен бірге болыңыз. Бүгінге осы.